Еттің қамырын дәл осылай жұп-жұқа етіп жаюды, қамырды дұрыс илеуді, сорпаға салғанда езіліп кетпейтін қамырдың рецептімен бөлісемін. Ең бірінші видеоға лайк басып қойыңыз. Алдымен таза ыдысқа толтырып, тұз, 1 кесе су және де 1 жұмыртқа салып жақсылап араластырып, үстінен ұн салып, қамырды қатты қылып елеміз. Және де 2 рет қайтаратын боламыз. 10 минут сайын. Сол кезде қамыр жақсы жайылатын болады. Қазанға ет салып қайнатып, үстінен картоп, болгар бұрышы, пияз, сәбіз салсаңыз керемет дәмді болып шығады. Видеодағыдай қамырды реттілікпен жая отырып, ортасын баспай, үлкен қамыр етіп жайып аламыз. Қараңыздаршы, мен осындай қамырды Black фирмасының астауына салып ұсынамын. Үлкен кішілі таза ағаштан жасалған астаудың түрлері бар. Шымкент қаласында Бауыржан Момышұлы 20А адресінде орналасқан. Таза ағаштан жасалған астауларды жеңілдікпен алу үшін менің промокодымды пайдаланыңыздар. Ботабекова 25 десеңіз, керемет жеңілдік жасап береді. Қазаннан етті сүзіп алып, сорпасына қамырды салып, 5 минутта дәл осылай жұп-жұқа қамырымды пісіріп алдым. Бетіне тұздығын қойып, жілігімді, еттерді турап, сүрленген құйрық қазыны салып, дәл осылай отбасыма ұсындым. Ата-енем мақтады, мына қамыр енді жұп-жұқа болыпты. Сіздер де дәл осылай астауға салып сынсаңыздар болады. Сонымен қатар астауды менің промокодым арқылы жеңілдік бағамен алуға болады. Үлгеріңіздер.